Таңғы асты тастама. Бірде Жақып пайғамбар таңертең жолға шықпақ болады. Бәйбіше, мына таңғы асты ішіп кет, шайды дайындап қойдым дейді. Жақып, жолдан қаламын дейді де бұрылмай кете барады. Жолда келе жатса, алдынан жылан кездеседі. Жақып оңға қарай жүрсе, ол оң жаққа, солға қарай жүрсе, жылан да солға қарай жүреді екен. Бір кезде Жақып қамшысын алып, «Мен пайғамбармын ғой, неғып жолымды бөгейсің?» деп жыланды осып жібереді. Жылан ініне қашып тығылады. Жақып әрі қарай жүре бергенде, атының аяғы бір тесікке тығылып, өзі аттан құлап түседі. Қараса, атының алдыңғы аяғы сынып кеткен екен. Жақып атын жетектеп, кейін қарай үйге қайтады. Бәйбішесі алдынан шығып, «Не болды?» деп сұрайды. Жақып, «Атымның аяғы қайырылды» дейді. «Мен біліп едім, таңертең ықыласымды ескермедің. Сен үшін ерте тұрып ас дайындап едім. Дәмнің киесі ұрған ғой» дейді. Осыдан бастап қазақ арасында таңғы асты тастама, кешкі асты бақпа, таңғы ас тәңірден, таңғы аста несібе көп деген түсініктер тараған деседі. Жырық ыдыспен ас ішпе. Қонақ күту қазақта Ыбырайым пайғамбардан қалған деген түсінік бар. Бірде Ыбырайым қонақ күтіп отырса, ібіліс келіпті. Ыбырайым селк ете қалып, «Әй малғұн, сені кім шақырды?» дейді. Ібіліс, «Тәңірі жырық ыдыстан маған дәм бұйыртқан. Кесесі кетікпен табағы жырыққа қонаққа мен келемін» дейді. Ыбырайым дастарқанға қараса, кетік ыдыс тұр екен. Жырық кесені алып сыртқа лақтырып тастайды да, «Онда несібеңді сырттан ізде» дейді. Содан бастап қазақ халқында кетік, сынған, жырық ыдыстан ас ішпейді екен. Жырық ыдыстың кетігінен сайтан қосарлана ас ішеді деген түсінік қалады. Төгілген шайды ішпе. Дастарқан басында кеседегі шай немесе су қандай да бір себеппен төгіліп кетсе, түбінде қалған қалдығын ішпейді. Ондай кезде шайды жаңалап қайта құяды. Себебі шайтан адамның несібесін қызғанады екен. Ол дастарқан басында адамдардың әрбір іс-қимылын аңдып отырады. Адам аңдамай қалған сәтте қолындағы ыдысты қағып жібереді. Төгілген шай шайтанның несібесі деп саналады. Сондықтан шай, сусын қолдан төгіліп қалған кезде оны жаңартып, қайтадан құйып ішу керек екен.